Сәлем достар, сіздермен бірге бәрі бар арнасы. Қазақстанның экс-президенті Нұрсұлтан Назарбаев елден кетіп қалды деген сөз көбейген тұста, оның баспасөз хатшысы Айдос Үкібай твиттерде Назарбаевтың Нұрсұлтанда екенін жазды. Үкібай 8 қаңтарда жарияланған твиттерінде елбасы Қазақстанның астанасы Нұрсұлтан қаласында жалған және спекуляциялық ақпараттар жарияламауды сұраймыз. Елбасы консультативті кездесулер өткізіп, президент Қасым-Жомарт Тоқаевпен байланыс ұстап отыр деп жазды. Бұл Назарбаев кеңесінің елде жағдай нашарлағаннан бергі жариялаған алғашқы хабарламасы. Назарбаев жұрт алдында 2021 жылдың 28 желтоқсанынан бері шықпады. Әдетте Қазақстандағы негізгі тақырыптарға пікір білдіріп отыратын ол, елде қаңтардың басынан бергі болып жатқан жағдайға қатысты ешқандай сөз де айтпады. Елде жағдай ушыққан тұста интернетте Назарбаевтың шетелге кетіп қалғаны жайлы сөздер шыққан еді. Журналист Аркадий Дубнов Фейсбуктегі парақшасында Назарбаевтың немере інісі Қайрат Сатыбалдының Дубайда ұсталғанын, ал экс-президенттің өзі Қытайда екенін жазған. 5 қаңтарда Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев осыған дейін Назарбаев басқарып келген қауіпсіздік кеңесінің басшылығын өз қолына алатынын жариялады. Ал 8 қаңтарда Назарбаевтың көптен бергі үзеңгілесі Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы басшысы Кәрім Мәсімов отанға опасыздық жасады деген айыппен ұсталды. Қазақстанды 30 жылдай басқарған Назарбаев 2019 жылы наурызда президенттіктен кеткен еді. Бірақ ол 2022 жылдың 5 қаңтарына дейін қауіпсіздік кеңесінің өмірлік басшысы ретінде билікке ықпал етіп отырған. Кейбір сарапшылар қаңтарда елде болған наразылық пен тәртіпсіздік Назарбаевтың ықпалын әлсіретті деп санайды. 8 қаңтар таңертең Алматы қаласында атыс дауысы естілген. Бұл туралы қала тұрғындары айтып жатыр. Республика алаңында әскерилер мен бронетехника тұр. Атыс дауысы таңғы 6-дан бастап оқтын-оқтын естілген. Ресми мәліметке сенсек, елде ұсталғандардың саны 4000-нан асып жығылыпты. АЕМ елде барлығы 4266 адам полицияға жеткізгенін хабарлады. Олардың көбі Алматы мен Шымкент қаласында, Алматы, Батыс Қазақстан, Атырау, Шығыс Қазақстан, Қостанай, Жамбыл облыстарында. Министрліктер ұсталғандар арасында шетелдіктер де барын айтады. Ведомство ұсталған шетелдіктердің жүзі көрші елден деді. Бірақ қай ел екенін ашық айтылмады. АЕМ Жамбыл облысында қару сақталған жер, Алматы қаласы Қалқаман шағын ауданында көлік жөндеу орталығында қару табылғанын мәлімдеді. Осыған дейін арнайы операция кезінде 26 адам өлтірілгенін, 26 адам жараланғанын хабарланған. Бұдан бөлек қарулы күштердің 18 қызметкері қаза болғанын айтылған. Ел үшін қаза болғандардың жайы жәннаттан болсын деп тілейік. Құрметті көрермендер, егер ел ішіндегі сырттан келген алауыздық пен терроризмге қарсы болсаңыз, пікір алаңға, яғни комментарийге қарсымыз деп жазып қалдырып кетейік. 22-2000-ның басталды, жыл кезегі жаңа жыл боп қарсалды. Қымбатшылық итерді ме кеудеден, көтеріліп қарсы болып жар салды. Оянғандай рухы елдің еңсесі, барыс жылы, барыс кейіп белсенді. Қазақ десіп ұрандатып шыққанда, неге қала жағдайы бұл теңселді. Сырттан келіп қалған болар қауіп бұл, арандату, ішінара бүлік сол. Бейбіт түрде шыққан елмен ілесіп, бұзақылар, террор бүлік, қирап жол. Елім менің тарихында тереңі, тәлім менен адалдық рухты берері, дүрбелеңнен шығар бітер соңы бар, соңғы 2 жыл басталды ғой ушулар. 100 күн астам көңілсіздік қалпыма, келеміз ғой, әрине талпына, адалдықтың көңілінде жүрміз ғой, бұл бәрі бар авторының назыма.
қалапты жүрек тыныштықты тілекпен, шығады ғой шынайы өлең жүректен. Халқым менің аманшылық тілеймін, сіздер үшін біздің арна ізетпен. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі кездескенше, ютубтың қызығын бөліскенше достар.